Tamam, спешно, короче. қуады. Туымен санай алмаймын, жақсы. Мәзі еще. Ты гений, слушай. Сәлем. Бүгін көрсетем. Бүгін қаңтардың 9-ы, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жылдарыңыз бақытты, берекелі, толы өтсін. Ал менің бүгінгі күнім вообще керемет өтті. Кезек бойынша біздің сынып флешмоб қою керек болды. Күн сайын таңертең бізді спортзалға жинайды. Бірінші жаттығу жасаймыз да флешмоб белеміз. Сол біздің сынып қою керек еді. Бидің бәрін өзім істеп қойдым. Қыздармен шығарамыз ба дегенде онымен қыздар жоқ деді. Өзім шығарам ба деп ойлап тұрғанда шаңырақтың қыздарына үлкен алғысымды айтамын. Көп рахмет. А так мен өзім шығатын едім. Бірақ өзім шыққанымда ничего. Білмеймін, флешмобтың арқасында ма, әлде түнде күшті ұйықтағанның арқасында ма, бүгінгі көңіл күйім вообще керемет. Просто вау. Маған көбісі күшті келетін дейді. Шыны керек, 7-ші сыныптағы мен вообще шокта болатын еді. Өйткені 7-ші сыныпта мен мынандай ұялшақ болған, көбінесе өзімді көрсете алмайтын болғам. Әсіресе биге келгенде вообще маған биле дегенде кәдімгі үлкен стресс болатын еді. Бірақ жұмыстың арқасында, негізінде бұның артында үлкен психологиялық жұмыс тұр. Просто өзіме бір кезде шаршап кетіп отырдым да айттым, бұл менікі емес. Мен басқа қыздар сияқты нормально билей аламын. Және де билей алмайтын адам ол жаман адам емес та. Соған біздер қандай өлеңдерді қойдық? Бірінші текке болды. Señorita 91-ның BTS Permission to Dance. Groove Back JYP-дің. Ана Groove Back еткенде ана қолдарын уже дайындап тұрғанда прикол болды. Адамдар біледі. Конечно, JYP-ді білмеген адам бар ма? Wednesday-дағы өлең, бірақ ана Леди Гаганың несімен. Бұл кезде шулап бітті. Red Velvet Russian Roulette, который... Momoland, Boom Boom, тоже айконик өлең, айконик ән. Dreamers болды. World Cup-ға TikTok-та хорягасы бар беткен. Мен оны флешмобтың бәрін дымым қалмай өзім істеп, сосын потом оны жаттап. Gangnam Style, флешмобқа Gangnam Style ол қате сияқты. Альфа. Айтарам уақытта осы шағын сол саябаққа әкететінде деп өзімді қинай. Альфаның құс деген ән ма? Қыз? Мә қыз екен қыз жарым. TikTok-тағысы андай вальс сияқты. Онымен біз үш қыз болдық. 2 рет қайталады. Бірінші мен бір қызбен, сосын ол басқа қызбен, мен өзіммен болдым. Соңғысы, короче, контраст етіп, супер темно болсын, который толып тұрған адамдардың алдында билеген прикольно екен. Мен 7471 қадам жүріп, бойымда қараңыздар. Маған ұнамайды по идее. Менің сөмкем кеше жабыстырып қойған. Біреу түсіп қалды. Сәбізі. Окей. Кетті ме?
Мен айтпақшы Gangnam Style'ды билейді. Аяғым қайрылған болған. Оны ашамыз ба? Сол артында да болар бар. Сәлем достар. Онлайндан қарашы. Мен оқитын. Есі қайда дейсің? Қуады. Түрін қараш кімге ауымайды жанайға. Мне начись ритмикан 15 минут упражнения после всех уроков. Серьезно? Да. Прям не видеомен ба? Я сабақ болатын болды кәдімгідей Microsoft Teamстан урок. Я не помню. Да, вроде помню, что-то есть. Біреу либо видео қосып қояды, либо презентация қосады да. 1, 2, 3, 4. 1, 2 деп. Все, вспомнила. И болды мен видео түсіретін. Бізде бүгін онлайн сабақ болды. Өйткені бізде өте салқын. Себебі қазіргі таңда Қазақстанның батыс өңірінде және де одан да басқа бүкіл өңірінде тонау арктикалық ауа массалары келіп жатыр. Соның кесірінен бізде ауа температурасы өте төмен десем де болады. Онлайн сабақ странно, типа по 40 минут будет писал. Я бы просидела бы 40 минут математики, 80 минут математики с удовольствием, но не физики. Бізде қазір биология болады 80 минут, одан кейін 80 минут ағылшын болады. Ну ладно, нормально ағылшын. Но вообще дейтін, екі сабақ дейтін қой. Одну физику, когда я пришла, она спала. Физика бітті ол кезде уже. Маған бәрібір. И бір математика да, мына жатты, просто я была уверена, что она просто так лежит, ол андай оқып жатырып, кроватьта жатады, типа. Түсініңдер, да? Бүгінгі ощущенияларыңыз қалай? Сәл қарасаң болады. Сол айтам, ема. Астанада 35 градус емес қой. Сол айтам, Думаешь, всего лишь 26. түнде тем более. Түнде тем более, а қазір уже солнечный, видите? И жылы, комната жылы. Мен таңертең ішіп аттым. Вообще түскен жоқ. Екіншіден ішім ауырады тұрсын. Ой, таста дедім, не жатық қой. Меня, надеюсь, вы помните, меня зовут Нурай. А тебя как зовут? Жанна болды кетер. И... Қай шаймаш, пжы. Ертең сабақ онлайн болса екен, ой, офлайн болса екен, я хочу. Ту, бірақ ертең не очень сабақтар. Бәлем кітап бар. Бізге ертең, ой, вчера дали кітап. Да, биология басқаша, и математика второй части бермей қалды. Пока что жолда деп жатыр. А ертең біз, получается, қара. Біз ертең химия кітабын алып барамыз, физика кітабын алып барамыз, сосын географияны алып барамыз и... Ту, завтра русский, что ли? Достар, ендеше сіздерде жалпы онлайн болды ма, әлде офлайн болды ма, бөлісіп отырыңыздар дейсің. В чем ценность человек? В чем ценность человек? Quanto vale Бізге берір. una persona? Бізге берір. На завершение пару слов, пожалуйста. Видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліңдер. Йо-хо! Ешқа түсетіндеріңе сәттілік. Я сегодня последний день, кажется. Сегодня последний день, 10 января. Это... Ну, молодцы, короче. Кім есі тапсырады сол күшті? Эй, бис. Оның тут көті дос. Қумаш? Пока. Біз биология еттім. Бізде биология, адам ағзасы, хромосомы, наследственность. Зато осыдан кейін обед, ура! Менің биологияда жазған нәрсем. Короче, обед ішіп келдік, обед өте дәмді болды. Лагман мен гороховый суп берді. Гороховый суптың ішінде картошка болған жоқ. Мен тарелкамде жақсы. Қазыма аш болды. Қолдағы мұғалімдер тоже столовыйға барады да обедке. Приколда мұғалімдер келеді, балдар оқиды, онлайн оқиды. В чем прикол? По идее, школада келе салуға болады деді. Сосын ертеңде онлайн болады дейді. Бүгінгі күн дүйсенбі, сейсенбі емес.
сенбі сияқты. Дистанционкада жазу кішкене қиын екен, өйткені еще қолымда кітап жоқ, менде ноутбук та жоқ. Солай тек телефонмен отырмын. Сол кішкене не зат жазуым керек түсінбеймін да. А так сабақта мен жауап бердім. Окей. О май гад, это что, winter? Жоқ. Қыс. Үйлер, адамдар. Мектеп. Ана. Полезный қалай болады қазақша? Мен осы жерде кішігірім пайдалы оқып қойын. Егер сіздер мен сияқты мойныңыз ауырғанына шағымданатын болсаңыздар, мүмкін барлығы көпшікте шығар. Оказывается, көпшікті дұрыстап қою керек екен жатқанда. Сонда мойныңыз ауырмайды. Я көрсетіп. Короче, дәмелден мега-туториал. Біріншіден прямоугольник. Тіктөртбұрыш болмады. Тіктөртбұрышты көпшік керек. Обязательно. Басқасы бармайды дейді. Мен туториалдан көрдім, если что, соны қалдырып кетемін. Менде үйде ондай көпшік емес, тек осы жерде. Оны бірінші бүйтіп сілкіп алу керек. Арқаңызбен жатайын десеңіздер, желке деген қай жер. Көпшікті қойып, қолыңызбен кішкентай осындай ямка істейсіздер. И мына жерде мойныңыз тұру керек, ары қарай желкеңіз етеді. Сонда жатқанда мойынның былай кішкене созылған сезуге болады. Созылатын болса дұрыс деп ойлаймын, өйткені мен бірінші жатқанда мойным созылып, андай біртүрлі сезілді. Бірақ дегенмен таңертең тұрғанда басым бос қой. Керемет ощущение, керемет feeling. Ал қырыңызбен жатайын десеңіздер, дәл солай көпшікті кішкене бетім істеп алып алады. Сосын былай иығыңыз осы жерде болады да, мойныңыз мына жерде созылады. Достар, мен бүгіндікке ұйқыдан тұрғаннан басқа ештеңе түсірмеппін. Маған папа ноутбук беріп жіберді, тура. Рахмет папа. Ноутбугым соғып қалған, матрицасы бірдеңе болып қалған ба, қосылмай қалды. А так жасайды. Мына шай асса. Полдникке барып келдік. Сосын бір полдник ұрлап кеттік. А так ол полдникті беретін еді. Кеше жатарда бөлмедегі көршім. Таңертең бөлмені жинақ қояйық дейді. Күшті жиналып тұрған бөлме. Просто бөлмеден анда-санда шығып тұру керек, таза болу үшін. Тұрмау керек қой, короче, таза болу үшін. Мен шашымды қараңыздар, ұзын. Егер бөлмеңізде жапқыш жалюз сынып қалған болса, естен күшті лайфхак бар. Гений мысли. Отец русской демократии. Бөлме жылынады, біріншіден, екіншіден жарық. Мен сіздердің өз назарларыңызды біздің оқулықтардың дизайнына аударғандарыңызды қалаймын. Осындай дизайн қай кітапта бар десеш, ешқайсысында жоқ. Жарыққа шағылысып тұр ма? Не болып тұр? Короче, мен кішкене шай ішіп алайын деймін. Күн олай дым бітірген жоқ, шай ішейін дейін. Ха-ха-ха десін. Химияда активный болдық, әйтеуір. Біз қазір не өтіп жатырық? Органика өтіп жатырық. Короче, гомологический ряд алканов деген бар. Алкандардың бәрін айтып берейін сіздерге. Метан, CH4, этан, C2H. Как сіздер қайтамыз? Метан, CH4, этан, C2H. 6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6, C6H. Туғымен санай алмаймын жақсы. C6H14, гептан C7H16, октан C8H18, нанан C9H20 и декан C10H22. Бізге ватрушка қалай қаланыкілеріне бюджет сократить етті, бізде ватрушка пайда болды. Тамақ ішпейсіңдер, короче. Бюджеттің бәрін ұлғап атсыңдар. Ұятсыздар өңі. Америкадан біз религияны өтіп жатырық. Что интересно?
религияның функциясын айтқанда, там вот это регулятивная, коммуникационная, қыртым-сыртын бәрін айтты. Бірақ управлениені айтқан жоқ. А религия — это супер классный, супер эффективный, выгодный инструмент для управления народом. Но это, скорее всего, функция религии для религиозных людей, не знаю. Мен білуімше, бүкіл Қазақстан қазір онлайнда, 2 күн. Ертең белгісіз не болатын, бірақ енді онлайн болады шығар. Оған қоса ертең 12-ші сыныптар география пәнінен мәсік тапсырады. Удачи. И бізде бір-екі сабақ, бірінші екінші сабақ дене. Деге 219 болады. Дене, как раз мен отпроситься айта алмайын деп ойласам. Тағы шығады. Да, живот болит у вас. Нет, я мертвую яйцеклетку рожаю, что ты хочешь. Вы никогда не знали, что у меня такой юмор, теперь вы знаете. Кәдімгі дәстүрлі білім алу жүйесімен күн сайын сабаққа барып жүргенде, солай іште отырып, қайттан ноутбукпен кіріп отырған бір түрлі екен. Өйткені андай кейде лағып кететін болады, кейде жатып қалатын болады, кейде ұйықтап қалатының болады, кейде туалеттен шығып жүрмей қалатының болады. Бір түрлі. Андай сезеді. Аптаның ортасында демалыс сияқты бар ғой. Әкелем, сабақ оқып отырсын, сабақта отырсын, жауап беріп отырсын. Бірақ, короче, іштесің. Әсіресе мұнда. Еще бізде звонок не ғой? Қоңырау өлең қосып қояды ғой, күйлерді қосып қояды, әртүрлі патриоттық өлеңдерді қосып қояды. Сол мұғалімдер сөйлеп отырғанда сол өлең жүреді, менде де сол өлең жүреді. Перемен ашық қойды. Ашық қойды күшті. Рахмет. Ахмад-тидің ройбуш бірдеңе, имбирный чай, короче. Имбир ма? Корицевый. Мен видео көп салып жүрген жоқпын. Соңғы видео Ништаг экскурсия туралы біз тәжірибе көрсеткенбіз 6 сыныптарға. Соны шығардым, бірақ адамдардың бәрі соны Ништан келіп тұр. Нишқа қалай түсу керек деген видеода. Блин, менен сұрамаңыздар пыжы қалай түсу керек. Мен чисто удачамен түсіп кеттім ба, бірдеңе айтыр. Ultimate English'тен. Осқаз коммент көріп жатым. Аяжан деген қыш, ты можешь меня поддержать в следующем видео дейді. Аяжан, сен қолына бәрі келеді. Маған сен атыңды айт, кстати. Танысқаныма қуаныштымын, менің атым Дамила. Сен қолыңнан бәрі келеді. Әрине, өйткені жалпы әр үміткер, әр тапсыратын оқушы бұл мектепте өзінің орнын алуға лайықты. Сондықтан тырыс, пробниктарды шығара бер, әртүрлі примерларды, мәтіндерді, короче, бәрін. Сонда бұл мектептің тағы бір оқушысы боласың. Ура, бұл негізінде барлық оқушыларға да солай, барлық үміткерлерге сендердің қолдарынан бәрі келеді. Өйткені менің қолымнан бірдеңе шықты ғой, короче. Мен бірдеңе істедім ба, сендер де істейсіңдер. Молодцы, короче. Really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard values. Biz 15 minutqa erta keldik. Обед. Ставили attention. Владислав.
Какая имитация? Нью-Джинс? Да. Просто хотел проверить своими знаниями. Они такие хорошие или но они мелкие такие. Да. Пью целый, типа вот этот. А младший Чувиха, она была в одном шоу, вот эта вот 14-летняя, она была в одном шоу с Йонджуном. Йонджун — который в агентстве, в котором она дебютировала. То есть в агентстве BTS. А еще она капец какая стала BTS. И она говорила в одном шоу, что вот я Бяши, Джина такой классный, вся комната в нем была. И она дебютировала в компании с ним. Но она, кажется, типа, всегда там была в такой сфере. Они с братом снимались на скетчах. Реально. Какая тема? Не любили. Смотри. Аңғара. Мына издательство кімі? Что это? Жаңа кітаптар кетті. Это Маргарет Тэтчер? Нет? Смотри. М. Тэтчер. Ура, М. Тэтчер. Ой, еще Тэтчер. Кеннеди ма? Да. Я хочу есть. Майкл Джордан. Ту, прям хочу. Овсянка. Овсянка. Чай. Апельсин. Нан. Аспозан. Да. Какой красивый. Вы думали, он? Нет, он. Йоу, Ривай. Бір қызықты нәрсе айтайын. Біздің шкафчикта жүр. Түпкі жарық столовыйдың үстінде. Соның жақтан тамақтың иісі шығады кейде. Булка пісіріп отырғанда булканың иісі шығады. Қазір еттің иісі шығып тұр. Әлі ет. Как будто как тушенка, но это не тушенка. Точно не тушенка. Капуста, морковь,